Сәлем достар, қалайсыздар? Мынау менде Трендиолдан келген Турциядан заказдарым. Бірден айтып қояйын, егер ұнайтын болса, сіздермен бөлісетін боламын қайдан алғандығым жөнінде. Ал егер ұнамайтын болса, оны да көрсетемін. Сіздер келесіде бұндай сайттан көретін болсаңыздар, алмас үшін, яғни мен сияқты ұрынып қалмас үшін көрсететін боламын. Міне осындай қағаздармен бірге келеді. Өзіме күнделікті киетін киімдерге заказ бердім, қарапайым. Міне алғашқы киімдер шығып жатыр. Мынау менде қазір футболка болуы мүмкін. Мынау менде юбка. Қазір мен сіздерге ашып көрсетемін. Так, мынау бізде уги, яғни уги деп алдым, бірақ етікке ұқсайды. Етік уги болу керек. Қараңыздар, өте әдемі, күшті болып келді. Қараңыздар. Маған ұнады, сыртқы келбеті, мына жер су өткізбейтін қабаты, плашовка сияқты материал. Тайғанауға қарсы аяқтары да күшті екен. Енді достар, былай да түсірдім. Сырты әдемі, искусственный мех, бірақ енді киіп көргеннен кейін бірдеме тауып алдым. Вроде отзывтары жақсы болды, 4-5 сондай звездочкамен. Мен ойлаймын, кейде осы алыста тұратындарға, мысалы Қазақстан сияқты басқа елдегілерге шамалы бракованныйлар салып жіберетін сияқты. Енді қараңыздар, мен не тапқанымды. Мынау ішін барлығын сіздерге көрсете алмаймын, бірақ мынау искусственный мехі, мына ішіне фонаригін жағып тұрып түсіріп жатырмын. Ар жақ бетінде қырылған байқалады. Яғни аяққа киген кезде өте ыңғайсыз. Жарайды, енді бірдеме қылып киеміз. Ал енді мына юбкаге распаковка жасап көрейін. Аяқ киім сәл мені көңіл күйімді түсірді. Осындай клетчатка юбка менде баяғыда болған. Ол қысқарып қалды, әрине студент кезінде. Қазір енді қаншама 10 жылда өтіп кеткен шығар. Мына юбка маған бірден качествосы ұнаған жоқ. Сіздерге көрініп тұр ма, жоқ па? Қараңыздар, өте наша. Бірден көңіл күйімді түсіріп жіберді. Етік басында қуантып еді, одан кейін түсіріп жіберді. Мынаны қараңыздар. Мынаны енді мен ойлаймын, осылар деген кейбір клиенттер мысалға заказ беріп, мына жерде көрдіңіздер ма, катышка болып жатыр. Енді мен бәрін сіздерге передавать ете алмаймын. Қараңыздар дұрыстап тұрып. Кейбіреулер алып, жаңа фотоларын салып, сөйтіп әдемі деп жазып қояды да. Ойлаймын, осы алыстан, біз сияқты Қазақстан деген жерлерден заказ бергендерге осындай салып жібереді. Біледі, ол біздер қайтармайтынымызды, қайтарсақ та жолына ақша төлейтінімізді, юбканың 2 есесін шығаратынымызды. Сол себептен осылай салып жіберетін сияқты болып көрінеді. Әйтпесе манағы етікке өте күшті отзывтар келген болатын. Бірақ басы күйген сияқты киген кезде. Ал енді үшінші біздің киіміміздіге распаковка жасап көрейік. Мына жерде мен кофточка заказ бердім. Кофточканың качествосы ұнады. Достар, мен бұны 2100 теңгеге алдым. Маған қатты ұнап тұр. Енді 2 товарым онша емес болып келсе де, мына 3-ші товар жақсы болып келді. Бірақ та мен тоқтамаймын, әлі де заказдар беремін, себебі жақсы сайттарды өзіме белгілеп қойдым. Ал егер онша емес сайттар болса, оны бірден сіздерге көрсетемін.